Сәлем достар баршаңызға. Мен Стамбулдың орталығында Зейтинбурны деген жергілікті қазақтар тұратын ауданда тұрмын. Қазір бұл жерде бүгін бұйырса Зейтинбурны ауданымен танысатын боламыз. Бұл жерде ескіден бұрыннан 70 жыл бұрын келген қазақтар бар, сондықтан көбінесе қазақ ауданы болып аталып кеткен. Бірақ тек қана қазақтар тұрмайды, әрине көбінесе осы жерде Нури Паша деген жандай бір квартал бар. Сол жерде ең көп қазақтар осы кварталда тұрады. Бірақ бұл жерде түріктер бар, басқа жағдай өзбектер бар, түркмендер бар, ноғайлар болсын, татарлар болсын, түріктер бар, күрттер бар, барлық нелер бар. Ұлттар кездеседі. Мынау тұрған жер Зейтинбурның орталығы. Зейтинбурда 58 бульвар деп аталады. Осы жердің барлығы. Зейтинбурның орталық көшелері, неке ұзынаңызақ осындай проспекті бар. Мына жерде тұрады. Адамдар осы жерде күндіз түні, әсіресе кешкісін өте адам көп болады, өйткені қазір жаз ыстық болғандықтан көбісі көшеге қазір шықпайды. Бір кешкісін келсеңіздер, қарасаңыздар, таксим сияқты өте адамдар өте көп болады мына жерде. Бәрі кешкі серуенге шығатын болады, тұрғандардың барлығы. Дәл осы жерден қазақтарды көруге болады, істеп отырады кейбіреулер. Құрғақ жемістер сататын жер бар, свеч ал деген жақ. Мына жерде шаңырақ қазақ мейрамханасы бар. Құдай қаласа бір күн сіздерге обзор жасап көрсететін боламын. Жақында ашылған, осы бір жыл болып қалды. Осындай жол мына жердің барлығы. Мына жерден машина, көлік жүрмейді. Жаяу жүргіншілер жүреді осылай. Ағаштың көлеңкелері өте әдемі. Сая, кәдімгідей жел. Мына жерге күшті бір индийский музыка ашып қойыпты, әдемілеп. Жол бойының барлығы осындай мейрамхана, дүкендер, ана төмен жақтардың барлығында неше түрлі киім дүкендері бар. Дәл осы жер орталығы Зейтинбурның. Мына жерде Эмине Инанш мешіті бар, пассаж бар ана жерде. Ішкі жақтарында үйлер. Осылай адамдар отырады. Hayvan çekimde miyiz yani? Bir de mi çekiyoruz? Мына отырған Eczane Akgül деген осы жергілікті Түркия қазақтарының ашқан аптекасы. Түркиядан егер Стамбулға келсеңіздер, тіл білмейтін болсаңыздар, қандай да бір жандай науқастанып қалған жағдайда осы жерге келсеңіздер болады. Ішінде қалса Айнұр деген әпкеміз көмек беретін болады. Арнайы келермін сіздерге қазір шолу жасайын жақтан. Айтпақшы Түркияда осындай жаңа қоқыс жәшіктер тұрады ғой әр жерде. Ішке кіре алмайтын болғасын, осылай кейбір адамдар осындай қоқыс жинайтын кісілер болады. Мына жерде бір жерге кетіп қалған ғой. Осындай жаңдай қоқыс жәшіктерінен үлкен осындай қоқыс арбаларына тиеп, ішіндегілердің бәрін іріктеп, өте оңай емес, олардың жұмыстарында бағалау керек. Осылай пластигін бөлек, қағазын бөлек айырып, осындай жинайды, сосын барып оларды сондай қоқыс машиналарына апарып салады. Қаланың ішінде сондай мені көруге болады жиі. Осындай қоқыс жәшіктерінен. Әрине, мына қазір әкімшілік неғып жатыр. Қағазды бөлек салындар деп жаңағыдай, пластикті бөлек салындар. Солай салған адамдарға сыйақы беріледі. Адамдарды жаңағыдай не жасау үшін әлі ондай жағдайға келе деңгейге өте қойған жоқ халық. Бірақ бірте-бірте кейін
өтеді деп ойлаймын. Жерлердің бәрінде осындай үлкен кісілер, әсіресе ер адамдар отырады осылай. Шай ішіп деген сияқты. Түркияда гратис деген өте көп кетеді. Бізде қандай мынандай именно шампунь, крем, қандай үй жақ хозяйка дейді ғой бізде. Сол осындай Ватсонспен осындай гратис деген жер. Осы екі марка өте көп. Бүкіл үйге қажет заттардың барлығын сол дүкендерден табуға болады. Бағасы да өте қолжетімді. Мындай фотосалондар әлі бар бұл жақтарда. Паспортқа намнауға түсу керек болса, ішінен түсіп деген сияқты. Ана көшенің ар жағында біздің бұрынғы тұрған үйіміз болатын. Мына жерді сағынып кеттім ғой. Ар жағында да үйлері бар. Мынау жаңадан салынған, осы 2 жыл болып қалды. Зейтінбұрынның жаңа ЖК-лары бар. Ар жағында теңіз бар. Бұрын теңіз көрініп тұратын. Қазір мынайлар үй салып тастағаннан кейін теңіз көрінбейді. Люкс мына үйлердің барлығы. Осы үйлерден бір үй алсаңыз, осы мына жақтағы үйлерден 10 үй алуға болады ғой. Яғни 5 апартман алуға болады, 10 үй алуға болады. Бұл жақтағы үйлердің бағасы. Мына аудан, мына жерде тұрған алаң, Абай алаңы деп атады. Біздің мақтанышымыз, қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы атындағы алаң. Ескерткіші де бар, қазір барамыз. Дәл мына жерде Мармарай метросы бар. Европа мен Азияны жалғап жатқан. Зейтінбұрын орталық. Кез келген жерге оңай жетуге болады. Жерге жазып қойыпты. Ашылу салтанаты болған. 1 жылдан асты. 1 жыл болып қалды. 1 жылдан асты ашылғанына. Абай ескерткіші. Күн сайын осы жерде тұрған кезде, күн сайын алдынан, Абай атамыздың алдынан өтетін едім. Мына жер жаңартыпты. Өйткені арасында кейбіреулер сызып тастайды мына жерлерді. Осы яқтың елшілігіне ризамын. Осыны қадағалап, қайтадан жаңартып, жазуларын сөйтіп тұрады. Өзіміздің мәдениетімізге, тарихымызға ие болып жатқан елшілік осыны қадағалап. Мына жақтың барлығы ары қарай үйлер. Біздің тұрған үй ар жағында тұрған, жақын Мармарайға 5 минутта келетін едік. Асыл кафе. Осында бұрын қазақтар тілі естіген, рас өтірігін білмедім әйтеуір. Мына жерде ғимараттар сыртында қазақша оюмен салынған. Бұларда қазақтардың үйлері болу керек. Неге тұр мына жерде? Мехман. Бұл ресторанның несі ғой. Асты ресторан. Өзбек рестораны болу керек. Наваи дейді. Зданияның сыртында қазақша оюлар бар. Арнайы келсең, білмейсің ғой, жерде Алтай амбалаж деп тұр. Мені қазақша дастархандардан танып тұрмын. Қазақ дүкен сияқты. Қазақша дастархандар бар екен. Оюлы.
Саламатсыз ба? Ана жерде қазақша дастарханды көрдім да, таныдым. Қазақша дүкен ғой деймін деп кіріп келдім да. Қазақ дүкен zaten. Нелер бар ана жерде? Çayı var, çini var. Кеселер ма? Жерде. Aşık var. Бұлар қайдан, Қазақстаннан келгендер ма? Kazakistan'a gelenler. Келген асықтар бар екен. Асықтар бар, кеселер. Мына шай неден келеді? Европадан келеді. Onlar Мынау. Avrupa'dan geliyor. Өйткені неден өте жақсы біз ақ шайға бар ғой, сүтті шайға күшті шығады. Мен де осыларды қолданамын, өйткені содан Европадан келетін дәл осы шайлар жақсы шығады шайға. Ана түйе жүнінен келген нәскилер, шұлықтар бар дейді. Зәйтүн майы. Осындай ақ шай қайнататын, қымыз бар ма? Неден шығатын қымыз ба? Измирден? İzmir'den gelen kurs. Измирде. Мен жолдасым алатын, алдырып ішетін. Измирден талай рет іштік қой бар. Мынандай нелер бар. Мыналарға сорпа нелер, одноразовый ыдыстар, осындайлар сорпалар неғылады, қолданады. В общем, сондай кәкір шекер не алатындар, мыналардың бәрі одноразовый дастархан, жаңа көрдіңіздер ғой. Қазақтың тойларында қолданатын осындай одноразовый дастархандар, мыналардың барлығы. Міне. Осындай шығарып қойған, кейбіреулер қазақша өрнекпен шығарады. Олардай немен. Kalma hocam bugün gelecek. Қалмапты? Жақсы. Негізі қымыз іздесеңіздер осы жерде табуға болады. Қымызды. Buradan geliyor İzmir'den. Измирде арнайы сонда жайлау бар, қазақ жайлау бар, алаш не деген. Мен білем, алаш қымыз Шеризат атаның несі, қайтыс болып кетті Шеризат ата. Жақта ең мықты осындай үлкен ауданды қазақ жайлау жасап отырған. Сондай бір қымыз несі бар, ішінде қазақ асханасы бар. Шында кілем неше түрлі сатады екен мына жерде. Керек нелердің бәрін. Мыналардың барлығы жаңағы қазақ тойларда, осындай нелерде ораза айттарда болсын, мыналардың барлығы ораза айттарда, жаңағыдай ораза кезінде, айт емес, ораза кезінде осындай нелер қолданады. Жаңағыдай ауыз ашуға барады ғой, ауыз ашуға шақырады ғой, сол кезде түріктердің дәстүрлері сияқты жеңіл желпі осы таңғы ас дайындайды кешкіге. Сосын барып тамақ береді. Соңғы кезде қолданады, осылардың бәрін сатады да, осы жерден алады кісілер. Керек тойға қажетті нәрселердің бәрін осы жерден. Бауырсақ жоқ па? Бауырсақ? Bauırsak yok, ondan yok maalesef. Бауырсақ сатады деп естіген едім де. Satатын yer de yok. Bizim buradaki ablalarımız yıkadı da artık onlar da her şey Yaşamayı mı? kaldığı için yapmıyorlar. Осындай немен. Сіз осы жақтың қазағысыз ба? Ben buranın kazağıyız. Атыңыз кім? Benim adım Mehmet. Мехмет? Бізде негізі Мехмет деген түріктерде көп қолданады, бірақ ана Kazakça ismi de var ama. Иә, қазақша. Алмас. Алмас? Ол кім? Сіздің атыңыз екінші атауыңыз ба? Екінші аты Алмас екен. Kazakça ismi. Жақсы екен, қазақшаңыз жақсы екен, түсініп тұрсыз ғой. Жастар түсінбейді Kazakça көбі. anlıyorum ama çok fazla çok konuşamıyorum. Сөйлеп тұрсыз, түсініп тұрсыз. Көбі түсіне неғыла бермейді, бұлай жауап бере алмайды. Evde apam, annem, babam onlar kendi aralarında konuşuyorlar Kazakça da biz çok bilmiyoruz. Неше жасындасыз? 24. 24 жасында, иә? Бойдақсыз ба? Anlamadım onu. Evli misiniz? Yok, evli değilim. Мына қыздар, Қазақстанның қыздары деймін. Бойдақ мына жерде бауырым бар, Алмас деген жігіт. Деп қояды дейді. Әзілшін аралас. Мінекей. Осындай. Kazakistan'da mı geliyorsunuz siz? Мен Қазақстанымын. Қазақстаным. Astana mı, Almatı mı? Қызылорда. Kızılorda nereye bağlı oluyor? Astana mı? Қызылорда жоқ, ол өзі сондай бөлек облыс, қала. Dışarıda o. Алматы сияқты, Астана сияқты Қызылорда бөлек бір қала. Ben de çok bilmiyorum ya. Ол жақтарда. Ондай. Шетілімні нелер бар екен. Түріктерде Мехмет деген аты көп кездеседі.
қазақшасы мәмбет, мәмет деген сөздер ғой. Өйткені Мұхаммед деген сөздің қысқартылған түрі негізі Мехмет деген сөз. Рахмет бауырым, көп-көп. Мына жерден де келіп қарап жатыр арасында. Осындай тойдың дастархандары, тойға қажет нәрселердің бәрін сатады. Бұл жақтан тек қана Түркияның қазақтарын ғана емес, біздің Қазақстанның қазақтарын да көруге болады. Алдымызда кетіп бара жатқан бауырым тоже Қазақстанның қазағы екенін бірден белгілі сөйлеген сөзінен. Жалпы Түркияда 13 мыңдай қазақ бар деп естуім бар. Бірақ біздің Қазақстанның қазақтары одан да көп. Елшіліктің мәліметінше 40 мыңдай қазақ бар екен. Айтқандай Мармарай метросы, ар жағының барлығында терішілер бар. Мына жақтар бір көрсетейін. Енді терішілерге кейін бәрін көрсетермін. Өтетін пассаждың іші. Журналар отырған Қазақстанның қыздары сияқты. Қазақстанның қыздарына өзі кейде бірден байқауға болады. Киім-киісінен, неден біздің Қазақстанның қыздарын. Ада құрбан кесетін офис. Сіздер егер құрбан айтта кесетін болсаңыздар, болмаса жағындай неге ниет етіп құрбан кесетін болсаңыздар, бір нәрсеге осындай ақшасын төлеп, осындай жерлерге кестірсеңіздер де болады. Сондай офистар кең жайылған мына жақта. Кішігірім базарналардың ішінің бәрі. Мына жерде осындай жергілікті табиғи заттар сататын нәрселер дүкендер көп негізі Түркияда. Мына жерде маринадтарған неше түрлі нелер көп екен. Тархана чипси дейді. Чипси де шығып, тархана атақты қызлардың тархана сорпасы, соның чипси де шығыпты. Лимонатта, Түркияда айтпақшы лимонатқа өте жақсы көреді түріктер лимонатты. Барлық жерде әсіресе жазды күндері лимонат көруге бар. Үйден қолдан жасайтын да бар, жасайтын бар. Менің аты Лебlebi деп аталады. Айтпақшы Чорум деген жерде Түркияның сол жақтан шығады. Сол жақта атақты. Осындай нелерді, кеспелерді қолдан жасап сататындар көп. Табиғи. Олардың бәрі қолдан жасалған сабындар. Олардың бәрі күкірті, мынауда неден жасалған, лавровый листтен жасалған сабын, Хатайдан жасалған екен. Неше түрлі. Ішін көп шығайық, ішіне не бар? Мерағалар. Табиғи өнімдер. Нәжерлердің бәрі шайдар бар екен, Сейлон шай дейді. Мынау ада шайы түріктерде өте көп кездеседі. Merhaba abi, nasılsınız? Çekebilir miyim? Tanıtıp neler var, neler yok? Ürünler. Ha? Tamam. Ruhsat bergen жоқ. Мен кетейін o zaman. Ruhsat сұрап едім өйткені. Ruhsat сұрау керек қой енді. Жергілікті көйлектер, киімдер мына жақта ауған халқының тұрғындары тұратын болғасын. Киімдер де көруге болады мына жерде. Ер кісілер дейді, тігінші ер кісілер де бар. Бұл жақта көп кәсіпті ер адамдар жұмыс жасайды. Андай ақтар деп аталатын жерлер бар. Тоже органик нәрселер сататын. Шал, қасапшы, мына жақ. Мына жаңа біздің аптека. Ішкі қуыс көшелері осындай. Инанет, мен 5 жыл осы жақта, осы ауданда тұрған кезде осы жерден алатын етті. Ең алғаш келін болып түскен кезде енем таныстырған, етті қай жерден алу керек, басқаны қай жерден алу керек, ең сенімді жақсы деген
жерлер. Сол үшін 5 жыл бойы осы жерден үйреніп қалған керемет. Етті осы жерден алатын. Мына жерде айтпақшы қазақтардың ашқан дүкені. Осы сияқты жергілікті қазақтардың. Техника нелер сатады. Осындай жергілікті нелер жақсы, бір жақсы жерінің бәрі қолдан жасалған кеспелер, ішінде қаттар, органик қолдың осындай нелер бар. Ішінде біздің пельмендер де бар. Пельмендер, манты, түрік мантысы осындай болады. Ара көшені мен кірейін, сіздерге де қызық болдым. Андай проспектімен күнде жүреміз ғой. Андай ара көшелермен жүрген кезде де көп нәрсені байқауға болады негізі. Осы жақтан жүріп көрейік. Жоқ. Айтпақшы, мына жерде той салон деп тұр. Элит дүйін салон деп. Бұл жақта біздің Қазақстандағыдай тойханалар көзге көрініп тұрмайды. Мына жерде мысалға сосын көп жоқ. Көзге көрініп тұрмайды. Мына жерде мысалға тойхана екенін өстіп жазбаса, білмейсің мына жерге. Кішігірім болып тұрады, кейбіреулер подвалдың астында деген сияқты. Біздегіде үлкен, андай сәнді, біздегілер кәдімгі нелер бар. Не қалады ғой, андай патшаның үйі сияқты. Мына жер бұрын қазір чайхана болып кеткен. Бұрын осы жер қазақ қоғамы болатын бір осы жерде. Қазір шайхана болып кеткен, сыртында бұрын қазақ қоғамы болғанда, андай бір ана жерде тұр ғой, қазақтың туы тұр. Кіріп кетейін. Қазір шайхана қылып жүрген сияқты. Осы жерде қазақтың қамшысы. Мына жерде киіз үйі. Краны. Түркияның туы. Қазақстанның туы. Қазаққа түрік па білмедім, мына жердің барлығы осылай. Енді кейбір жергілікті қазақтар отыр мына жерде. Бешірағын танымайтын қазақ жоқ шығар. Бешіраға бар. Өнері. Шайқ. Мына жерде бейім шоқ дегендер Түркияның ең арзан магазиндері, дүкендері, азық-түлік дүкендері кез келген қаладан табуға болады. Барлық жерде бар. Мына жерде терзі тігіншілер бар. Куафөр деп тұр, куафөр. Шаш біздегі сұлулық салоны. Бұл жақта мысалға қазір соңғы кезде бөлмейтін болды. Бірақ мынау қыздарға арналған салон. Ер адамдар бармайды ол жерге. Ер адамдарға көбінесе бербер деп аталады. Бізде де бар ғой қазір бербер шоп деп аталатын. Тек ер адамдар ғана барады оған. Чары маркеті бұл да. Бұндай бір супермаркет. Үйлердің астын бәрі осындай маркет болады көп жағдайда. Үйлердің бәрі Кабуль илекшім дейді. Мына жақтан негізі парсылар, нелер саудаға екені жақсы олардың. Осы жақтан мысалы Ауғанстаннан келген түркмендер, өзбектер өте көп, сондықтан өте көп нелері дүкендері, жетпісші қазақтар ол жақта тұрса да онда ешнәрсе ашпаған ғой. Бұл жақта олар соңғы 10 жылда көбейді. Осындай асханалары болсын, қандай жаңағыдай бүкіл техника сататын болсын, жөндейтін болсын, телефон жөндейтін бәрін солар сондай нелерін ашып тастаған дүкендерін саудаға қабілетті, яғни.
мына жерге мысалы еркек куәфер деп жазып қойыпты мысалға. Бұрын бербер деп тұратын, қазір куәфер сөзінде қолданатын болған ер адамдардың шаш салондары. Бірақ мына жерге жазып қойған еркек куәфер деп. Түркияның бір жақшы кез келген семтінде, яғни осындай чифтліктің дуал өрімдер дейді. Неден ауыл өнімдері, нағыз табиғи ауыл өнімдерін кездестіруге болады. Қол жетімді, қолдың майын, қолдың айранын, жұмыртқасын барлығы табылатын жерде сиырдың түр-түрі барлық семтте бар бұл. Мынау төмері, осы Зейтін бұрын қазақтар ашқан жергілікті қазақтардың үйлері Түркияға оқуға сүрумен айналысады. Бір жыл осы жерде тіл оқып ары қарай қазақтар математика барлық, мысалы, егер осы жақта балаңыз мектепте оқитын болса, қосымша үйірмелер де бар. Оны ішінен де бір рет жолыққан болатынбыз. Бір танысып, есім Қазақстаннан келген кісілермен. Араз көшелер осындай болады. Халық eğitim меркезі бар екен. Жалпы Түркияда осындай халық eğitim, халық білім орталықтары көп. Мемлекеттің қолдауымен осындай мына жерде Құран курстары бар, арабша, османша курстар дейді. Мынандай әр қалаларда бар. Бұрын Измирде мен қатысатын. Неше түрлі мамандықтар бар, тіл үйренесің. Кейбіреулері арзан болады курстары. Кейбір курстар бар, ішінде тегін курстар бар. Ішінде үкімет жағдай жасап қойған, сондай неше түрлі. Қандай тігінші болғың келе ма, дизайнер болғың келе ма, гитара үйренгің келе ма, әртүрлі аспаптар бар. Түрлі үйірмелер болады сондай. Кейбіреулер ақылы, кейбіреулер тегін. Ақылы болғандар да өте арзан қолжетімді. Осындай халық eğitim. Бұл барлық Түркияның барлық қалаларында бар. Мына жерде де бар екен, жаңа көріп тұрмын. Мынандай қос көшемен жүрмеймін ғой, мен де жаңа сіздерге көрсету үшін арасында бүгін жүріп көрейін деп тұрмын. Мына жерде Золотая корона дегендер бар. Саудамен айналысатындар біледі. Қос көшемен кете берейін бе, жоқ? Үйлердің астының барлығы әдетте дүкен болады. Сол үшін бұл жақта үйлер бірінші қабат, кейде подвал астыда үйлер болады. Жаңбыр жауған кезде подвалда тұратын кісілерге кейін су кетіп қалу ықтималдылығы бар. Сондықтан бірінші қабат, подвал, бұл жақта арзан болады үйлер. Бірінші қабат, мысалы, шу болады, күміс істейді деп. Көбінесе бұл жақта Түркияда неғұрлым үйлер биікте орналасса, соғұрлым бағасы қымбаттау болады. Көп биік үйлер, ғимараттар салына бермейді. Жер сілкінуіне байланысты. Бірақ жоқ емес бар. Бәріңізге белгілі, Уайкики артымен көріп келеді. Осындай жергілікті халықтар көбінесе осында киінетін болғасын. Жабық намазханға арналған, қыздарға арналған дүкендер көп. Әрине андай ашық киінетін үйлер де көп. Негізі мына көшедегі киімдер қарапайым аудандарда көшіне барлық киімдердің барлығы гөңгөрен мертердің киімдері, мыналардың барлығы. Және ішкі нарыққа арналған киімдер. Біздің Қазақстанға да жібереміз. Бұлардың барлығын байырлар жіберіп жүр. Негізі ішкі нарыққа арналған киімдер. Халық осыларды киеді, осылардың біздің Лалилиде жаңағы жіберіп жүрген Қазақстанда 60 мыңнан сатылатын киімдер, 40 мыңнан жоғары сатылатын киімдер, олар жоқ емес, бар, бірақ олар ауданы басқа. Олардың сатылатын ауданы басқа. Ал қарапайым халық осы гөңгөремен мертерден ішкі нарыққа арналған киімдерден алып сатады. Қазақстанның бағасымен бірдей негізі. Қазақстаннан келіп мынандай осы киімдерін алудың қажеті жоқ, қатты бір арзан емес. Қазақстанда 12-15 мың айналасын ғой. Мына жақтарда сондай. Соңғы кезде бағалар қымбаттап кетті. Көше стрит дүкендер дейміз, көшедегі дүкендердің
Одан да сәл үстіне 1-2 3 мың 4 мың қосып, Зара сияқты масс-маркеттен ала салған дұрыс сияқты, өйткені қатты оларда да бір разница жоқ. Зарада да сондай 17 мыңнан басталды киімдер. Айтпақшыны бульварды біздің Қазақстанда да жасатады, осы жерде келіп өте сапалы жағдай жасайды. Өзіме тісімді осы жерге емдеткен. Қазақстаннан келген бекетіндер бар. Құйымша алтын сатындар бар. Түрік алтындары. Әдетте тойларда достар осындай алтын не қылады? Қолданатын саған мына алтындар келіндерге тағады осындайлардан. Мыналарды келінге сыйға тағады, или күнделікті мысалға тойға бір жерге жиынға баратын болса, жаңа түскен келін осындай бар алтын тағып барады. Бір әрине кейде қазір заманауи кейбір түрік қыздар өйтіп алтынды тағып жүргісі келмейді. Бірақ жаңа дәстүр ұстанғандар бар, солай тағып жүретіндер. Тойға барғанда артынан келген тойдың барлығын алтындарын тағып келетіндер бар. Өйткені қайнаналары солай айтады. Маған да ең басында келін болып түскен кезде солай енем айтатын. Алтындарын тақсайш, оларға ыңғайсыз да үлкен кісілерге жарқырап көрсетіп жүрген қалайды ғой келіндерінің. Ал мен сияқты алтын қасықпайтындар, таққысы келмейтіндер бар. Үсті басын бәрін ломбард ұқсамай таққысы келмейтіндер бар. Түнде жанатын олардың барлығы. Біз алдында әлі тұр. Жаңа жылға дейін жағып қоятын шығар енді. Алдында ораза айт кезінде бастаған, содан кейін әлі алған жоқ. Түнде әдемі болып жанып тұрады. Мынау Макбул деген алдымда тұрған құрғақ жемістер сататын дүкен. Сет бұл. Барлық көп жерде кездеседі Түркияның, Стамбулдың. Өте сапалы. Ішінде негізі мыналар маркетке қарағанда өте арзан. Түрік әйелдері осы жерден, осындай жерлерден алады. Жаңғақ болсын, барлық құрғақ жемістер болсын, үйге керетін специялар болсын, барлығы. Өздері өлшеп алады, грамдап деген сияқты. Кәдімгідей сапалы. Мына жерде де гүл сататын дүкен. Жалпы Түркияда гүл сататын дамымаған, соңғы жылдар ғана дамып келе жатыр. Осындай. Ішінде мындай мынау не екен қайдам? Осы гүл орхидея ма? Түркияда қымбаттау екен. Қазақстанда кәдімгі қымбат. Ішінде адам көбейтін кірмей қойын. Жалпы гүл саудасы бұл жақта көбінесе чечек сепеті деген сайттан тапсырыс береді. Біреулер жаңа жұмысқа орналасса құттықтауға жібереді. Туған күнде болсын, әсіресе нелерде, жаңа ғашықтар күнде, басқа күнде деген сияқты. Бірақ жаңағыдай гүл бұл жақта арзан тұрмайды әрине. Сосын алған ақшасына тұрмайды жаңағыдай. Бізде оформление гүлдің несі өте әдемі ғой, сапасы. Мысалы бұл жақта голландский розалар жоқ. Жергілікті өздерінің гүлдерін қолданады, роза гүлдерін. Голландский роза гүл таппайсың бұл жақта, көрмейсің. Бар, бірақ өте сирек, олайша жиі кездеспейді. Мысалға бір розаның бағасы 40 лира. Қанша қазір? 2000 теңге ма? Оның өзі бір андай не қурап қалғанда, шеттерін бәрі қурап, қандай бір товарный виді кетіп қалған. Сондай гүлдер бар. Сосын ромашка көп бұл жақта. Роза гүл алғым келеді, бірақ товарный кетіп қалғасын амал жоқ. Мысалға ромашка алуға тура келеді кейде. Безендірілуі несі көңілін толмайды. Әрине, әр ненің өзі, әр елдің өзінің несі басқа ғой, жаңағыдай өмір сүру салты деген сияқты, сервисі деген сияқты. Мен де мысалға сол нені үйрендім, бірақ жалпы гүл саудасына, гүлдің несіне көңілін толмайды мына жақта. Біздікінде қып. Сен мысалға қымбат гүлдер де бар ғой, бұяқта сен 50 мыңға ал, 100 мың теңгеге дейін сатылады мысалға гүлдер. Мына жерде мысалға көшеде
көшедегі нелерге де қиын мындай сату балалар киімдерін сататын адамдарға да. Өйткені Вайкики бар бұл жақта ең арзан сатады ғой, кәдімгі оптовый базар бағасын бірдей сатады почти Вайкики. Халықтың бәрі содан алады. Қазір тем более дизайн жақсы Вайкикидің. Ана Заралар нелер сияқты европейский маркалармен бірдей дизайны өте жақсы. Вайкики ұнайды маған. Сондай неге нарықты сен оған төтеп бере алмайсың да, оған конкурент бола алмайсың. Сондықтан одан төмен сатуың керек, ал одан төмен сататын болсаң уже ондай сапада жоғары сапалы киімдер сен сата алмайсың ол жақта. Сен төмен сапаны сатпасаң, төмен бағаға елдің бәрі көп жағдайда жаңағыдай нелерден алады. Сауда орталықтарына келмейді. Жағдай жоқтар дегендер болмаса, базарда көшеде. Және әкімшілік қаймаққанлық деп аталады. Зейтін бұрын бүкіл біздегі ЦОң дейма сондай түсірмей ақ қойын, мемлекеттік нелерді кейде түсіруге болмайды ғой, кейбір елдерде ғимараттарда. Ол да сондай ЦОң, яғни біздегі барлық адресі өзгерту керек болса, қандай жалпы мәселелер бар, соның барлығы осы ғимаратта шешіледі. Мына апаның алып бара жатқанын көтеріп бара жатқандай пазар арабасы дейді, мынау маркет базарға шығатын арбалар. Базарға осындай арбалармен келеді, көтеріп. Эминевин деген тоже бұл жақта үй алатын болса, осындай осыған ай сайын ипотека сияқтан төлеп тұрады. Сосын жаңағыдай шарты қалай бір қатты ұқпадым. Немен сияқты жаңағыдай тура дейді ғой, не дейді? Бинго сияқты ма? Кімге бірінші шықса, соған бірінші үй шыға ма сондай. Бөліп ай сайын қолжетімді бағада 40 000 теңгеден төлеп тұрасың. Ақтар дүкені, ақтар деген ең табиғи өнімдер сатады ішінде. Обзор жасап көрсетер, ішінде неше түрлі табиғи өнімдер сатады. Бұндай нелер өте жақсы дамыған Түркияда. Именно ақтар деп айтады. Табиғи өнімдер ішінде табиғи майлар болсын, көбінесе халық еммен айналысатындар бар. Қандай органик, шифалы шөп шайлар қайдан табуға, сразу осындай ақтарлардан табамысына беріңдер, құрылып жүріп жатыр. Көп үйлердің астында осындай ательелер бар, конфекционшылар бар, мына жердің бәрі жинап қойған. Неше түрлі материалдар, кейбіреулердің үйлерінің асты сондай жұмыс орындары. Жаңағыдай, мысалы осы Зейтінбұрын ауданында да оптовый базар бар. Әйелдер киімі, балалар киімі, әсіресе балалар киімі отаны. Сосын ер адамдардың киімдерін сататын оптовый дүкендер бар. Сосын теріжілер бар. Мысалы анау Гранд базар Лалилидегілердің барлығы осы жерде тігіледі. Тері, мына жерде де мысалы тері дүкені. Терілер сатылады, кейбір жерлерде тері дүкендері көп. Мына жерде сол астының барында сондай нелер бар. Кейбір жерлерде кәдімгідей әйелдер тігіп жатады неше түрлі нелерді. Жұмыс орны. Кәдімгі саудаға біз мысалға жіберетін киімдер, кейбіреулер сондай машиналармен тігіп жатады. Мен бір таң қалған Зейтінбұрында ейтіп және реабилитация дейді, реабилитация демен өтеп тілім келмей қалды. Осындай орталық көп екен. Сондай таң қалдым, соншалықты қажеттілік бар ма екен? Өте көп. Әр қоста сондай не көруге бар. Қауын қарабыздар көрінсе Түркияның Адана, Дербақыр деген жерлерінен шығады. Қауындарда сырттан келетін қауындар да бар, көбінесе Ираннан келеді бұл жаққа қауындар. Әрине Түркияның өзінде өсіретін жерлерде бар. Қасапшы, сүндетке отырғызған бала осылай сүндет киімін киеді. Сүндетке отырғызған болу керек. Астының бәрі терілер, аналардың бәрі. Кейбіреулер өзінің тері сатады, тері өнімдерін сатады. Соны ана тігетіндер сол осылардан алып тігіп сондай бизнес айналысады. Осы дүкендер сыртына Фур деп жазып қояды, Лейзер деп жазып қояды, тері дүкендердің сыртына. Шоу маркет тоже үлкендеу.
Ал шок маркет Түркияда ең арзан маркеттердің бірі. Бағанағы Бим, Шок, бұлар Түркияның кез келген қаласынан табуға болады, ауылдық жерлерінен. Сондай сет. Баға өте төменгі баға ұстап тұрады. Сарыер бөлекшісінде сондай бір не. Бұл жақта Сарыер деген тоже байлар тұратын бір аудан бар. Түркияда соның сол жақтан атақты. Сарыердің бөлекшісі мысалға әр жердің Ченгелкөй деген жері бар Стамбулда. Ол жақтан Огурцемеш атақты, яғни. Мынау да Сарыердің бөлекшісі атақты. Сондықтан кез келген жердің осы Сарыер бөлекшісін табуға болады. Бәрі терілер. Фурнитура сататын жерлер бар, неше түрлі. Ол да сондай фурнитура. Мысалға киім бірдеңе тігетін болса, соның замоктарын анау жерлердің бәрі терішілер. Іш жағынан кетін терішілердің. Солардың барлығы шетелдерге, неше түрлі көрмелерге тігеді. Су өлкелерге Ресейден бастап, біздің Қазақстанда бар. Америка бұл бәріне жібереді. Бұл жақта терілер. Ана Лалилиден, жаңағыдай Гранд базардан әлде қайда төмен бағамен алуға болады. Осы жерлерде. Терілердің отаны осы жерде Түркияда. Мұның бәрі фур дегендердің барлығы осындай терішілер. Көшенің барлығы сондай тері дүкендері. Жаңа шикізат еді ғой, мыналардың бәрі сол шикізат сол жерден алады. Осылай тігеді. Олардың барлығы тері дүкендері. Негізі бұлар қыста ғой, саудалардың барлығы өтетін. Сондықтан жаз айларында өте ыңғайлы, қолайлы бағамен алуға болады сыртқы киімдерді. Өндірістер де бар. Бұл жақтағы дүкендердің, мен осы тері дүкендерінде көбінесе сатушылар орыс ұлтынан болып келеді. Малдаған болсын, жалпы орыс тілде. Орыстарға сатушы қыздар, әйелдер. Сондай куртка, неше түрі. Достар, Зейтінбұрны ауданын толық әлі көрсеткен жоқпын. Тек қана бір бөлігі, жайқаса алдағы уақытта тағы да обзор жасайтын болам, басқа жақтарында көрсететін болам. Егер видеом ұнаса, лайк басып, пікір жазып, тіркеліп, каналыма белсенді болайық. Көптеген тағы қандай ұсыныстарыңыз бар, сіздер көргіңіз келетін тақырыптар болатынса, маған жазыңыздар. Астына осы видеоның астына пікір қалдырыңыздар. Келесі көріскенше сау болыңыздар.